Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Тірі, аман, есен. Иса қиындыққа ұшырағандарға қайырымды, көмектесуге үнемі даяр тұратын. Бірде Жайыр атты бір дінбасы Исаның қасына келіп, қатты ауырған жалғыз қызының өмірін құтқаруды жалына өтінді. Тез үйіме жүріңіз, қызым хәл үстінде жатыр. Иса оның үйіне бет алғанда, оған көп халық ілесті. Тобыр арасында 12 жыл бойы қан кетіп ауырған бір әйел бар еді. Ол дәрігерден дәрігер қоймай, емделіп, бар мүлкін жұмсаса да, біреуінің де емі оған шипа болмады. Енді ол бар үмітін Исаға артып, егер тек оның киіміне қолымды тигізсем, онда мен сауығар едім, деп ойлады. Исаға арт жағынан таяп келіп, оның шапанына қолын тигізді. Сол сәтте ақ қан тоқтады. Маған қолын тигізген кім? Деп сұрады Иса. Бұл бір оғаш сұрақтай болды. Өйткені оның қасында халық сығылысып тұрған болатын. Бірақ Иса өзінен құдірет шығып, біреуді сауықтырғанын сезді. Үрейленіп қорыққан әйел оның алдына келіп, өз ісін мойындады. Иса оның көңілін басып, замандас, сен сенгенің үшін дертіңнен құтқарылдың. Аман есен қайта бер, деді. Осы кезде Жайырдың үйінен хабаршы келіп оған, енді ұстазды әуреледің қажеті жоқ. Қызыңыз қайтпас сапарға жүріп кетті, деді. Ал Иса Жайырға дем бере жігерлендіріп, қорықпа, тек сенімің болсын, қызың аман есен болады, деді. Олар үйге жеткенде бәрі қызға жылап, жоқтау айтып жатыр екен. Жыламаңдар, ол өлген жоқ, ұйықтап жатыр, деп Иса Петр, Жохан, Жақыпты және ата-анасын ертіп, қыздың бөлмесіне кіріп кетті. Иса қыздың қолынан ұстап, балақай, тұра ғой, деді. Қызға қайтадан жан бітіп, лезде орнынан тұрды. Сонда Иса, оған тамақ беріңдер, деп бұйырды. Қатты қайран қалған әке шешесі тірі, дені сау қызын бауырына басып, қуаныштары қойнына сыймады. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.